Қай қаладан көріп отырғандарыңызды да пікірге жазып кетіңіздер, достар. Сол күн менің өмірімде жай ғана күндердің бірі сияқты басталған еді. Достармен кездесіп, біраз уақыт бірге отырып қайтайық дегенбіз. Бірақ әдеттегідей әңгіме қызып, уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Күлкі, ескі естеліктер, әркімнің өз әңгімесі, бәрі араласып, ерекше бір атмосфера болды. Кейде дәл осындай сәттер адамға демалыс сияқты әсер етеді. Бар уайымды ұмытып, кек сол сәтпен өмір сүресің. Сөйтіп, уақыт түн ортасынан асып, таңға жақындады. Бір кезде ғана тарайық деп шештік. Көшеге шыққанда таңның лебі сезіліп тұрды. Ауа салқындап, қала біртүрлі тынышталып қалған. Үйге қайтып келе жатып, іштей шаршағанымды сездім. Бірақ сонымен қатар көңілімде біртүрлі жеңіледі. Осындай кештер кейде адамға керек сияқты. Үйге кіргенде бәрі тыныш. Ешкім оянбаған. Жарықты жақпай-ақ ақырын ғана ішке өттім. Үй ішіндегі тыныштық ерекше сезілді. Кек өз қадамымның дыбысы ғана естіледі. Бөлмеге кіріп, есікті жай ғана жаптым. Таңның әлсіз жарығы перденің арасынан сығалап кіріп тұр. Бөлме толық қараңғы емес, бірақ анық көруге де жеткіліксіз. Киімімді асықпай шешіп, демалғым келді. Сол кезде көзім төсектегі бір сұлбаға түсті. Біреу жатқан сияқты. Алғашында мән бермедім. Келіншегім шығар деп ойладым. Өйткені басқа ой келуі мүмкін де емес еді. Бірақ бір сәттен кейін ішімде бір түсініксіз сезім пайда болды. Неге екенін білмеймін, бірақ бір нәрсе дұрыс емес сияқты көрінді. Мен тоқтап, тағы да қарадым. Сұлбасы бір түрлі. Таныс сияқты, бірақ дәл сол емес. Сол сәтте жүрегім сәл жылдам соға бастады. Таңның жарығы бөлмені ақырындап жарық қыла түсті. Мен де анық көруге тырысып, көзімді сығырайттым. Сонда ғана байқадым. Қасында жатқан адам мүлде басқа. Ал сәл әрде өз келіншегім ұйықтап жатыр. Сол сәтте менің бүкіл ойым шатасып кетті. Бір сәтке не істерімді білмей қалдым. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Ішімде түрлі сезім араласып кетті. Таңғалу, түсінбеу, ыңғайсыздық. Бұл қалай болған деген сұрақ қана ойымда тұрды. Мен қозғала алмай біраз тұрдым. Сосын жай ғана терең дем алып, сабырға келуге тырыстым. Осындай сәттерде ең маңыздысы асығыс шешім қабылдамау екенін түсіндім. Мен ешқандай әрекет жасамай, жай ғана бір қадам артқа шегіндім. Бөлмедегі тыныштық бұрынғыдан да ауыр сезіле бастады. Сырттан құстардың дауысы естіле бастады. Таң толық атып келе жатыр. Мен ақырын ғана басқа жаққа барып жаттым. Артыма қарамауға тырыстым. Сол күйі қанша уақыт өткенін білмеймін. Бір кезде көзім ілініп кетіпті. Таңертең оянғанда бәрі қалыпты сияқты еді. Күн сәулесі бөлмені толық жарық қылып, түнгі болған жайтты мүлде басқа әлемде қалғандай сездірді. Бірақ мен үшін бәрі өзгеріп кеткен болатын. Көзімді ашқан сәттен бастап, ойыма бірден кешегі жардай келді. Бір сәтке түс көрдім бе деген ой да болды. Бірақ жоқ. Бәрі анық. Бәрі шынайы еді. Орнымнан жайлап тұрып, айналама қарадым. Келіншегім ас үй жақта жүр. Әдеттегідей ештеңе болмағандай. Даусы да қалыпты. Жүріс-тұрысы да сол бұрынғыдай. Ал балдызым, ол да үйде жүр. Бірақ біртүрлі өзгеріс бар сияқты. Көзге бірден түспейді, бірақ сезіледі. Мен олардың жанына барып амандастым. Сырттай бәрі қалыпты. Бірақ ішімде бір ауырлық бар. Кейде адам өзін кінәлі сезінеді. Паңғас үстінде бәріміз бірге отырдық. Әңгіме жүріп жатыр. Бірақ мен толық қатыса алмай отырдым. Ойым басқа жақта. Бір кезде байқамай балдызға көзім түсіп кетті. Ол да сол сәтте маған қарап қалды. Көзіміз бір сәтке түйісті. Сол бір секунд. Бірақ өте ұзақ сияқты сезілді. Оның көзінде не бар екенін түсіне алмадым. Таңғалу ма, әлде жай ғана кездей соқтық па, білмедім. Мен бірден көзімді алып кеттім. Сол сәтте ішімде бір нәрсе анық болды. Ол да бәрін сезген. Осы ой мені одан сайын мазалай бастады. Күндер өте берді. Сырттай бәрі бұрынғыдай. Бірақ менің ішкі дүнием өзгеріп кеткен еді. Балдызбен бұрын еркін сөйлесетінмін. Әзілдесіп, күліп отыра беретінбіз. Ал қазір біртүрлі тосқауыл бар. Әр сөзді ойланып айтатын болдым. Ол да солай сияқты. Бір күні үйде екеуміз ғана қалып қойдық. Басқалар сыртқа шығып кеткен. Үй іші тыныш. Бұрын болса бұл жағдайға мән бермес едім. Қазір болса біртүрлі қысым сезіледі. Екеуміз әр бөлмеде жүрміз. Бірақ сол тыныштықтың өзі ауыр. Бір кезде ол ас үйден шығып, мен отырған бөлмеге кірді. «Шай ішесіз бе?» деді жай ғана. Дауысы қалыпты, бірақ мен оны басқаша қабылдадым. «Иә, болады», дедім қысқа ғана. Сол сәтте сөз таба алмадым. Ол басын изеп, қайтадан шығып кетті. Мен өзіме өзім ашулана бастадым.
Неге бұлай болып жүрмін деп ойладым. Негізі ештеңе болған жоқ қой. Бірақ адамның ойы кейде шындықтан да күшті болады екен. Сол күні кешке тағы да бәріміз бірге отырдық. Бұл жолы мен өзімді ұстап, әңгімеге араласуға тырыстым. Бірақ ішімдегі ойлар әлде кетпеді. Түнге қарай бәрі ұйықтауға жатты. Мен де бөлмеге кірдім. Сол бөлме, сол орын. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша сезілді. Мен жарықты өшіріп жатып қалдым. Бірақ көзім ілінбеді. Ойым қайта-қайта сол түнге оралады. Сол сәт, сол көзқарас, сол түсініксіз жағдай. Сол кезде мен бір шешім қабылдадым. Мен бұл жағдайды әрі қарай созбауым керек. Бұл тек ойда қалуы тиіс. Ешқандай шындыққа айналмауы керек. Өйткені кейбір шекарадан асуға болмайды. Сол шекараны сақтау менің қолымда. Сол шешімнен кейін өзімді біршама жеңіл сезінгендей болдым. Бәрі ойда ғана қалсын деп өзіме уәде бердім. Бірақ өмір әрдайым жоспарлағандай бола бермейді екен. Келесі күндер бір қалыпты өтті. Сырттай қарасан бәрі баяғыдай. Үй іші тыныш, өз ырғағымен өмір сүріп жатыр. Бірақ мен үшін әрбір ұсақ нәрсенің өзі мәңгі айналып кеткен. Балдызбен арадағы үнсіздік әлде бар. Бірақ бұрынғыдай ауыр емес, бір түрлі түсіністікке ұқсайды. Бір күні кешке тағы да бәріміз дастархан басында отырдық. Әңгіме қызу, күлкі бар. Мен де баяғыдай араласып, өзімді қалыпты ұстауға тырысып отырдым. Бір кезде байқамай, тағы да көзім оған түсті. Бұл жолы ол көзін тайдырмады. 1-2 секунд. Сосын жай ғана күлімсіреп, басқа жаққа қарады. Сол кішкентай ғана сәт менің ішімде үлкен ой қалдырды. Дұрыс айтасың. Ол үнсіз басын изеді. Ең бастысы, бізде бәрі жақсы ой, деді сосын. Мен бір сәт ойланып, «Я, ең бастысы сол» дедім. Сол кезде мен бір нәрсені анық түсіндім. Бақыт үлкен нәрседе емес, дәл осындай қарапайым тыныштықта, сенімде, отбасында. Келесі күні балдызым кететін болды. Жиналып, жолға дайындалып жатты. Мен де көмектесіп жүрдім. Екеуміз бір сәтке жалғыз қалдық. Ол маған қарап жай ғана. «Барлығы жақсы болады» деді. Қысқа ғана сөз, бірақ ішінде көп мағына бар. Мен де басымды изеп, «Я, солай болады» дедім. Біз басқа ештеңе айтпадық. Және айту да керек емес еді. Себебі бәрі бұрыннан-ақ түсінікті болған. Ол кеткеннен кейін үй іші бір түрлі тынышталып қалды. Бірақ бұл жолы ол тыныштық ауыр емес еді, жеңіл еді, таза еді. Мен терең дем алып, өзімді еркін сезіндім. Сол сәтте мен нақты білдім. Мен дұрыс таңдау жасадым. Кейде адам өмірінде бір ғана сәт болады. Сол сәтте қабылдаған шешім бүкіл болашағын анықтайды. Мен сол сәтте өзімді тоқтаттым. Сол үшін де бүгін менің жаным тыныш. Отбасым аман, сенім бар. Ал қалғанның бәрі тек өткінші сезім. Қорытынды. Сол түн менің әлсіздігім емес еді. Сол түн менің сынағым болды. Және мен сол сынақтан өттім.